Келесі 542 есебіміз қабырғасының ұзындығы 4-тен 3 см болатын шаршының периметр мен ауданын табыңыздар дейді. Шаршы дегеніміз барлық қабырғасы бір-біріне тең фигура. Енді оның периметрі сонда 4 көбейтілген қабырғасы, яғни А деп белгілейік. Ал ауданын S-тен А-ның квадраты, яғни ені мен ұзындығының квадраты, яғни ені мен ұзындығы бірдей болғандықтан А-ның квадраты болады. Енді біріншісінде периметрін табайық. 4 көбейтілген 4-тен 3-ке, яғни қабырғасы 4-тен 3-ке тең болады. Тең қысқарып кетеді, сонда 3 сантиметрге тең екен. Ал ауданы S-тен 4-тен 3-тің квадраты. Яғни ол 4-тен 3-ті көбейтеміз 4-тен 3-ке деген. Сонда 16-тан 9 сантиметр квадрат болады. Сантиметр болады екен. Келесі екінші есебіне қарайық. 5-тен 6, яғни қабырғасы тең 5-тен 6-тан 5-ке, 6-тан 5 екен. Көбейтілген 4. Тең қысқартамыз 2 санына 3 болады, 2 болады. Бөлшектің бөлімінде 3-тен 10 болады. Ол дегеніміз 3/3-тен 1-ге тең болады екен. Ал ауданы S-тен 6-тан 5-тің квадраты. Ол дегеніміз 6-тан 5 көбейтілген 6-тан 5-ке, нәтижесі 36-тан 25-ке тең болады екен. Келесі есеп шығарайық. Үшіншісінде, яғни қабырғасы бізде 10-нан 9-ға тең. Периметрі тең 4 көбейтілген 10-нан 9 тең. Қысқартайық 2 санына 2 болады, 5 болады. Бөлшектің бөлімінде 5, алымда 18. Сонда 3/5-тен 3-ке тең болады екен. Келесі ауданы табайық. S-тен 10-нан 9-дың жақша сыртында квадрат. Ол дегеніміз 10-нан 9 көбейтілген 10-нан 9. Сонда 100-ден 81-ге тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. А дегеніміз 1/3-тен 2-ке тең. Периметрі сонда 1/3-тен 2 көбейтілген 4. Тең 3-тің өзін жазайық, 5-ке тең болады. Көбейтілген 4. Сонда 3-тен 20-ға тең. Ол дегеніміз 6/3-тен 2-ке тең екен. Енді S табайық. 1/3-тен 2-нің жақша сыртында квадраты. Ол дегеніміз бұрыс бөлшекке айналдырып жазалайым. 1-ден 3, 5-тің жақша сыртында квадраты. 3-тен 5 көбейтілген 3-тен 5. Ол дегеніміз бөлшектің бөлімінде 9 болады, алымында 25 болады. 25 санының ішінде 9 2 рет бар. Бөлшектің бөлімінде 9, қалдығы 7-ге тең болады екен. Сонда ауданы 2/9-дан 7-ге тең екен. Келесі 543-ші есебіміз. Тік төртбұрыштың ауданы 75-тен 16 метр квадрат. Егер оның ені 15-тен 4 метр болса, онда тік төртбұрыштың периметрі қандай? Бізде ені белгілі, ұзындығы белгісіз, ал тік төртбұрыштың ауданын табу формуласы А көбейтілген Б. Берілген мәліметтің бәрін орнына апарып қояйық. Бізде аудан белгілі, яғни 75-тен 16 метр квадрат. Ені 15-тен 4-ке тең екен. А белгісіз, яғни Амыз ұзындық, 15-тен 4 метрге. Енді осы жерден Аны тауып алу үшін А дегеніміз 75-тен 16 бөлінген 15-тен 4 болады екен. Тең 75-тен 16 көбейтілген 15-ті бөлшектің алымына шығарамыз, 4-ті бөлшектің бөліміне түсіреміз. Қысқартамыз 4 санынан 4 болады. 15-ке қысқартатын болсақ, 5-ке тең болады. 1 болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 5, алымда 4-ке тең болады.
Бұл деп отқанымыз біздің тіктөртбұрышымыздың ұзындығы. Ұзындығын таптық, енді периметрін таба аламыз. Периметр дегеніміз ұзындығы мен енінің қосындысын 2-ге көбейтеді екенбіз. Бізде ұзындығы 5-тен 4-ге тең болды, ал ені 15-тен 4-ге тең. Оны көбейтеміз 2-ге. Ортақ бөлім береміз. 15 санынан 3 болады, бөлшектің бөлімінде 15. 12 қосылған 4 көбейтілген 2 деп жазып қояйық. Сонда қосатын болсақ 16 бөлшектің бөлімінде 15. 16 бөлшектің бөлімінде 15 деп жазайын да. Көбейтеміз 2-ге тең. 16-ны 2-ге көбейтетін болсақ 32-ге тең болады, бөлшектің бөлімінде 15-ге тең. Бұл дегеніміз 2,15-тен 2-ге тең болады екен. Периметрі сонда 2,15-тен 2-ге тең екен. Келесі 544-ші есебіміз сұрақтар құрастырыңдар және есепті шығарыңдар дейді. Бір жәшікте 4,5-3 кг жаңғақ, екіншісінде одан 5 есе артық жаңғақ бар. Сұрақты бұлай құрастырсақ болады, барлығы қанша килограмм жаңғақ бар? Солай жазайық. Қанша килограмм жаңғақ бар? Яғни осы сұрақ бойынша жұмыс жасаймыз. Ол үшін бірінші жәшігімізде 4,5-тен 3 килограмм жаңғақ бар екен. Ал екінші жәшігімізде одан 5 есе артық. Яғни 5 есе артық болатын болса 4,5-тен 3-ті көбейтеміз 5-ге. Сонда аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазатын болсақ 23-ге тең болады алыны. 5-е қысқартып жібереміз, сонда 23 килограмм. Сонда екінші жәшікте 23 килограмм бар. Бірінші жәшікте де, екінші жәшікте де қанша килограмм бар екен белгілі. Енді барлығы қанша килограмм жаңғақ бар екен білу үшін екі жәшікті қосамыз. 23-ге. Сонда 27,5-тен 3 килограмм жаңғақ бар екен барлығы.